Шағын және орта бизнес ел экономикасының тірегі. Қоғамдағы жұмыс орындарының көп бөлігі дәл осы кәсіпкерлердің қолында. Бірақ әрбір табысты істің артында қолдау, сенім және үлкен еңбек тұрады. Бизнес бастау оңай емес. Артың тұман, алдың күмән. Алайда қазіргі таңда қорқудың қажеті жоқ. Себебі шағын және орта бизнеске қолдау бар. 2025 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша елімізде 2.174.309 кәсіпорын тіркелген. Демек, елімізде шағын және орта бизнес кәсіпорындарының саны артып келеді. Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте уже приблизилась к 40%, а в структуре занятости почти к 50%. Это неплохие показатели. Но без дальнейшего системного развития данного сектора нам не сделать рывка ни в экономическом развитии, ни в улучшении качества жизни. Не секрет, что из более 2 миллионов действующих субъектов малого бизнеса производством занимаются менее 6%. В сегменте среднего бизнеса этот показатель выше. Бүгінде кәсіпкерлерге бағыт-бағдар беретін, жобаларын бастауға мүмкіндік жасайтын бағдарламалар бар. Тегін оқыту, гранттар, төмен пайызды несиелер, салықтық жеңілдіктер. Бәрі де бизнестің алға басуына арналған. Бүгінде бизнестің ашықтығы күн тәртібінде. Жаңа салық кодексі қазіргі нормалар мен рәсімдерді өзгертумен шектелмеу керек. Бұл құжат салық төлеушілердің ашықтық пен адалдыққа негізделген жаңа таным түсінігі мен болмысын қалыптастыруға тиіс. Кейде шағын мүмкіндік үлкен өзгеріске бастайды. Бір грант жаңа бизнес, бір бизнес жаңа жұмыс орны. Ал жаңа жұмыс орындары отбасының әл-ауқаты. Ел экономикасына мұнай өндіру мен мұнай өңдеуден кейін пайда келетін сала логистика. Осы орайда шағын және орта бизнестің рөлі ерекше. Бастысы елімізде жасалған өнімді шетелге сату. Қазақстан экономикасына дұрыс әсер ету мұхит болатын болса, біздің екі жағымызда екі мұхит бар. Ресей мұхит, Қытай мұхит. Осыған бірдеңке сатуымыз керек. Осы жақта жасап, ет, мейлі бидай, мейлі басқа зат, біз бірдеңкені осыларға сатсақ, біз мұхитқа шықтық деген осы. 2025 жылдың 9 айындағы кредиттеу көрсеткіштері бойынша бизнеске кредит беру соңғы 5 жылдағы орташа жылдық өсім 14,4%. Бизнес кредиттері соңғы 5 жылда 1,7 есе өсіп 14,7 триллион теңгені құрады. Корпоративтік кредиттеу құрылымы 44% шағын және орта бизнес, 36% ірі бизнес, 20% дара кәсіпкерлер. Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 38,6%-ға дейін өсті. Ол экономикалық дамуда бірнеше маңызды рөл атқарады. Жаңа жұмыс орындарын ашады, экономиканы әртараптандырады, бәсекелестікті күшейтеді.